Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Ардан Айтен каналы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай сәнді, әдемі жилет тоқитын боламыз. Осындай әдемі сәнді жилетканы тоқығыңыз келсе, менің видеомды соңына дейін қараңыз. Қазақша контентті тоқыма каналына қолдау білдіргіңіз келсе, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге осындай жилетка тоқу үшін менде осындай түсті, көк түстен тоқитын боламын. Бір түстен тоқимын. Мына жилетті мен эксперимент жасап, екі түсті жіптен тоқып көрдім. Ұнады, әдемі көрінеді. Енді мен бұл видеода бір жарым жасар балаға тоқимын. Бірыңғай көк түсті болады. Менде жіп Иран жібі, міне 100% акрил, 100 грамда 350 метр. Номер, крючоктың номері, өзімнің сары крючогымен тоқитын боламын. Бұл крючоктың номері 2, және бізге өлшейтін лента керек, қайшымыз керек. Ең бірінші біз мынандай етек жағынан ұшынан бастайтын боламыз, үшбұрыштысынан. Ол үшін біз 4 воздушный петля көтереміз. Бірінші бір петля жасап аламыз осылайынан. Бір петля жасап алдық, ары қарай 4 воздушный петля. 1, 2, 3, 4. Крючоктан біреуін тастап, екіншісіне столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. Бірінші қатар. Бізде 3 столбик без накида тоқылды. Екінші қатарға өту үшін бір воздушный петля көтереміз. Бір воздушный петля көтергеннен кейін бірінші петляға, міне мынау, бірінші петляға 2 столбик без накида тоқимыз. Бір петляға 2. Ортада біреу, бір петляға біреу, ең соңғы петляға тағы да 2 столбик без накида тоқимыз. Бұл қатарда бізде 5 столбик без накида болды. Бір воздушный көтереміз, жұмысымызды кері айналдырып, тағы да осы әдісті қайталаймыз. Бірінші петляға 2 столбик без накида, бір петляға 2. Ары қарай біреу, бір петляға, үшіншісіне де біреу, төртіншісіне біреу, ең соңғы петляға тағы да 2 столбик без накида. 1, 2. Бір воздушный аламыз, жұмысымызды кері айналдырамыз. Қайтадан бірінші петляға, міне, 2 столбик без накида тоқимыз. 1, 2. Қалған ортасындағыларға әр петляға біреуден тоқып шығамыз. Ең соңғы петляға 2 тоқимыз. 1, 2. Бір воздушный, әр қатарды бастау үшін воздушный көтеріп, жұмысымызды кері айналдырамыз. Осылайынан біз 15 қатар тоқуымыз керек. Әр жаңағы басталған кезде бірінші петляға 2, және соңғысына 2. Ортасындағы әр петляға біреуден тоқылады. Біз осылайынан 15 қатар тоқуымыз керек. Міне, бірінші петляға 1, 2. Және соңғы петляға 2 столбик без накида тоқимыз, ал қалған ортадағыға әр қайсысына біреуден столбик без накида тоқып шығамыз. Ортадағыларға әр қайсысына біреуден тоқыдым, ең соңғысына 2. Осылайша біз екі жақтан қосу арқылы үш бұрышымызды жасаймыз, көбейтіп жатырмыз.
Осылай 15 қатар тоқимыз. 16 қатарда әр петляға біреуден 31 столбик без накида тоқып шықтым. Енді ары қарай біз осы 16-дан бастап 38 қатар тоқуымыз керек. Мына жерден бастап санағанда, ұшынан бастап санаған кезде біз барлығы 53 қатар тоқуымыз керек. Ары қарай әр петляға біреуден әр қатарда бізде 31 петлядан болу керек. 31 столбик без накида әр қатарда. Міне мен өзіме керекті мына жерден бастап, ұшынан бастап санаған кезде 53 қатарын тоқып алдым. Енді біз қолтық жағын и алдыңғы жақ қиығын шығаратын боламыз. 53 қатарды тоқып болдым. Ешқандай воздушный көтерместен жұмысымызды кері айналдырып, енді біз бірінші петляны крючокты өткізіп, жұмыс жіпті тартып шығарып, крючоктағы петлядан да тартып шығарамыз. Соединительный жасаймыз. Осылай тағы да 3 петляны 1, 2, 3 сонда барлығы 4 петля соединительный жасауымыз керек. Біреу жасадым, екеу, үшеу, төртеу. Төртеу. Бұл бізде қолтық жағы. Төртеуін бас тоқыдым соединительныймен. Ары қарай аяғына дейін столбик без накида. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ары қарай бір воздушный петля көтереміз. Жұмысымызды кері айналдырып, мынау жаңағы 4 соединительден кейін 1-2 петляға дейін столбик без накида тоқып шығамыз. Осылайынан әр петляға біреуден. Мен аяқ жағына келдім. 4 жаңағы соединительныймыз. 2 петляны біз қысқарту жасауымыз керек. Крючокты өткіземіз, жұмыс жіпті тартып шығарамыз. Тоқмай осылайынан қалдырып, екінші петляға да крючокты өткізіп, жұмыс жіпті тартып шығарамыз. Крючокты 3 петля, үшеуін бірдей тоқимыз. Сонда бұл жерде бір қысқарту болды. Ары қарай бір воздушный петля көтереміз, жұмысымызды кері айналдырып, аяғына дейін әр петляға біреуден столбик без накида тоқып шығамыз. Бізде қолтық жақта бірінші қысқарту жасалынды. Соңғы жағына келдім, аяқ жағына бір петля көтереміз, бір воздушный, жұмысты кері айналдырып, енді тағы да мына жерге дейін 1-2 петля қалғанға дейін әр петляға бір столбик без накидадан тоқып шығамыз. 1, 2, 3. Мына жерге дейін 1-2 петля қалғанға дейін столбик без накида әр петляға біреуден тоқып шығатын боламыз. Міне, қолтық жақтан 2 петля қалғанда тоқтадым. Бұл 2 петляны тағы да қысқарту жасаймыз осылайынан. Крючокты өткізіп, жұмыс жібіңізді тартып шығарасыз. Екінші петляға тағы да крючокты өткізіп, жұмыс жіпті тартып шығарамыз. Крючокта 3 петля, үшеуін бірден тоқимыз. Бізде қолтық жақтағы екінші қысқарту жасалды. Мына жақтағы 4-еу, мына жақтан 2 қысқарту, 6-ау. Барлығы 6 қысқарту жасалынды. Енді қолтық жақта осымен қысқарту тоқтайды, ары қарай тікесінен тоқимыз. Бір воздушный көтеріп, жұмысымызды кері айналдырамыз. Енді алдыңғы жағында қысқартулар болады. Осы қатардан бастап, мынандай V-образный қысқарту жасайтын боламыз. Крючокқа бір воздушный, жұмысымыз кері айналдырдық. Әр петляға біреуден
столбик без накида тоқимыз. Алдыңғы жағына 2 петляға келгенге дейін. Міне мен алдыңғы жақта 2 петля қалдырдым. Бұл екеуін қысқарту жасаймыз. Петля крючокты өткіземіз, жұмыс жіпті тартып шығарамыз. Тағы да екіншісіне өткізіп, жұмыс жіпті тартып шығарамыз. Крючокта 3 петля, үшеуін бірден тоқимыз. Бірінші қысқартуымыз кетті. Бір воздушный петля көтереміз, жұмысты кері айналдырып, енді аяғына дейін столбик без накида. Әр петляға біреуден осылайынан тоқып шығамыз. Бұл қатарда бізде қолтық жақта қысқарту болмайды. Қысқарту қолтық жақта тоқтатылды. Енді тек қана алдыңғы жағында қысқартулар болады. Аяғына дейін осылай тоқып шығамыз. Әр петляға біреуден тоқып шықтық. Қолтық жағына келдім. Бір воздушный көтеріп, жұмысымызды кері айналдырып, енді алдына дейін 2 петля қалғанға дейін әр петляға бір столбик без накидадан тоқып шығамыз. Екі петля қалды, екеуінен қысқарту жасаймыз. Крючокта 3 петля, үшеуін бірден тоқимыз. Алдыңғы жақтағы екінші қысқарту. Крючокқа накидлеміз, мынау қатарда әр петляға біреуден тоқимыз. Келесі қатарға өту үшін әрдайым біз бір воздушный петля көтеріп отырамыз, жұмысымызды кері айналдырамыз. Бұл қатарда бізде алдыңғы жақта 2 қысқарту болады. Енді осылай кезектесіп бір қатарда, осылай қарай кеткен қатарда біз алдынан қысқартып отырамыз. Бізде 12 петля қалғанға дейін, мына жерде 12 петля қалғанға дейін алдыңғы жағынан ғана қысқартулар болып отырады. Мына жері бізде иығы 12 петля қалғанға дейін қысқарту жасайтын боламыз. Тек қана алдыңғы жағынан ғана. Қазір осылай баратқан жолда мына жерде біз қысқарту жасап өтеміз. Міне мен соңғы қысқартуымды жасаймын алдыңғы жағынан. Барлығы менде осымен 12 столбик без накида қалады осы жерде. Енді алдыңғы жағын қысқартуын жасалынды, қолтығы қысқарту жасалынды. Енді мына жерге біз тағы да бір воздушный петля көтеріп, жұмысымызды кері айналдырып, осы 12 столбик без накида әр петляға ешқандай қысқартусыз 4 қатар тоқып шығуымыз керек. Мынау бізде бірінші қатарымыз. Әр петляға біреуден. Бір воздушный петля көтереміз, жұмысты кері айналдырып, екінші қатар тоқимыз. Міне мен ешқандай қысқартусыз, ешқандай қосусыз 4 қатар тоқыдым. Бір воздушный петля шығарып, кеңірек тартып, жібімізді кішкене ұзынырақ қылып қиып аламыз. Тартып шығарамыз. Міне. Менде бір полочкасы дайын. Міне менде осындай бір полочка тоқылып шықты. Енді бізде екінші полочкада тура осындай қылып тоқимыз, бірақ түймелік қалдырып отырамыз. Міне мына жерден бірінші қатардан бастап соңғы қатарға дейін 86 қатар тоқыдым.
Барлығы 86 қатар болды. Екінші полочкасында тура жаңағы біріншісінде қылып 15 қатар тоқып аламыз. 31 столбик без накида. Ары қарай тура сол сияқты 38 қатар тоқуымыз керек, бірақ біз түймелік қалдырып отыратын боламыз, соны бірге тоқып көрсететін боламын. Бір воздушный петля. Жұмысымызды кері айналдырып, әр петляға бір столбик без накидадан осылай тоқып шығамыз. Мені бірінші кеудешесінде мен түймеліктер қай жерде тұратынын белгілеп қойдым осылайынан. 3 түймелік болады. Екіншісінде тура сол қатарға келген кезде менде түймелік жасайтын боламын. Міне мынау ұшынан бастап бізде 15 қатар тоқыдық қой. 15 қатардан кейін 1, 2, бұл 4 қатар. 4 қатар басынан бастап 15 қатар тоқыдық. Содан кейін 4 қатар тоқимыз. 5-ші қатарында бір воздушный петля көтеріп алдық. Жұмысымызды кері айналдырамыз. Бірінші столбик без накида тоқимыз. Крючокқа 2 воздушный петля 1, 2. Мына жерден 1, 2 тастаймыз. Үшіншісіне столбик без накида. Бізде міне бірінші түймелікке орын қалды. Ары қарай аяғына дейін столбик без накида әр петляға біреуден. Мына түймелікке келген кезде жерде біз 2 воздушный алдық, мына жақтан 2 қалдырдық. Сол үшін осы 2 воздушныйдың ішіне 2 столбик без накида тоқуымыз керек. Одан кейін мына жерге соңғы столбик без накида. Ары қарай бір воздушный көтеріп, жұмысымызды кері айналдырып, ары қарай жалғастыра береміз. Әр петляға бір столбик без накида. Түймелікті осылайынан шығаратын боламыз. Енді бізде қалған 2 түймелік шығару керек. Өздеріңіз белгілеп қойған жерге келген кезде өлшеп санап отырасыздар. Менде түймеліктің арасы міне мынандай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Әр түймеліктің арасы осындай 8 қатар. Сол кезде келген кезде осылай түймелікті шығарып отыратын боламын. Енді мынау қолтыққа дейін әр петляға біреуден түймелік шығаруды ұмытпай, осылайынан тоқып шығамыз. Міне мен екінші полочкасында қолтық жағына келдім. Мен салыстырып отырып, бірдей етіп, енді бұдан да қолтық жағын шығаратын боламыз. Ешқандай воздушный петля ілместен жұмысымызды кері қарай айналдырып, 4 петля соединительный жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Ары қарай аяғына дейін столбик без накида тоқып шығамыз. Әр петляға біреуден. Міне жаңа қолтықтан 4 қысқарту соединительный жасағаннан кейін аяғына дейін столбик без накида тоқып шықтым. Бір воздушный көтеремін. Бұл қатарда мен түймеге ілмек жасауым керек осылайынан. Соңғысына үшіншісін жасайын деп тұрмын. Бір столбик без накида тоқып аламыз. 2 воздушный петля 1, 2. Мына жерден 1, 2 қалдырамыз, үшіншісіне столбик без накида. Бұл қатарда енді мынау қолтық жақта 2 петляға жетпегенше тоқып шығамыз столбик без накида. 2 петляда біз қысқарту жасайтын боламыз. Қолтық жақтан бірінші қысқарту болады. Міне мен
қолтық жақтан соңғы екеу қалғанға дейін тоқыдым столбик без накида. Енді мынау екеуін біз осылайынан іліп шығарамыз жұмыс жібіміз. Екіншісіне тағы да сондай крючокта 3 петля бірінші қысқартуымыз жасалынды. Әрі қарай бір воздушный петля жұмысымызды кері айналдырып, аяғына дейін столбик без накида тоқып шығатын боламыз. Әр петляға біреуден. Міне аяғына дейін тоқыдым. Бір воздушный петля көтеріп, жұмысымызды кері айналдырамыз. Әр петляға біреуден столбик без накида қолтыққа дейін тоқимыз. Мына жерден 2 петля қалғанға дейін тоқитын боламыз. Мына жерде бізде қолтықтан екінші қысқарту жасайтын боламыз. Міне мен соңғы жағына келдім. 2 петля қалды қолтық жақтан. Осы екеуін қысқарту жасаймыз. Крючокты өткіземіз, жұмыс жіпті тартып шығарамыз. Екінші петляға да крючокты өткізіп, жұмыс жіпті тартып шығарамыз. Крючокта 3 петля, үшеуін бірден тоқимыз. Осымен бізден қолтық жақтағы қысқарту аяқталды. Мына жақтағы 4-еу, мына жақта 2-еу қысқарттық. Сонымен барлығы қолтықта 6-ау болды. Бір воздушный петля көтереміз, кері қарай айналдырып, енді алдына қарай әр петляға бір столбик без накида тоқумен алдына қарай шығатын боламыз. Мына қолтықтан екінші қысқарту жасаған қатарда біз алдыңғы жақтан да қысқарту жасауымыз керек. 2 петляны қалдырып, осылайынан крючокта 3 петля, үшеуін бірден тоқимыз. Бірінші қысқарту. Кері айналдырып, жұмысымызды әр петляға біреуден тоқып шығатын боламыз. Бізде алдыңғы жағын қысқартулар басталды. Қолтық жаққа енді тиіспейміз, әр петляға біреуден тоқып отырамыз. Тек қана алдыңғы жақта қысқартулар болады. Мынау неміз, мына жердегі петля санымыз, столбик без накида саны 12-ге жеткенге дейін алдыңғы жағынан ғана қысқартып отыратын боламыз. Тура бірінші полочкадағыдай. Мені қолтық жағына келдік, әр петляға біреуден. Воздушный петля көтереміз, жұмысымызды кері айналдырып, әр петляға біреуден алдыңғы жақтан 2 петля қалдырып, осы жерден 2 петляны қысқартатын боламыз. Міне алдыңғы жағында 2 петляны қалдырдым, енді осы екеуден қысқарту жасаймын. 3 петля, бірден тоқып, екінші қысқарту. Крючокқа накид воздушный петля алып, жұмысымыз кері айналдырып, ары қарай әр петляға біреуден тоқимыз. Бұл полочкада тура бірінші полочкадағыдай тоқылады. Мына жерде бізде 12 столбик без накида қалғанға дейін тоқимыз. Одан кейін ешқандай қысқартусыз 12 столбик без накиданы 4 қатар тоқып шығамыз. Тура мынау бірінші полочкадағыдай етіп. Бұл жерде бірінші полочкадан екінші полочканың айырмашылығы бізде тек қана мынау түймелік жасауда ғана. Міне екінші жағында тоқып алдым. 12 болды мына жері, одан кейін 4 қатар тоқылды. Тура мынау сияқты қылып тоқып шықтым. Менде 2 алдын тоқып алдым. Осылайынан. Енді бізде артқы бөлігі қалды. Артқы бөлігін тоқу үшін мына жерде мен 15 қатар тоқыдым ғой басында. Сол 15-ші қатар менде 31 столбик без накида шықты. Мынаның бәрін біз 31 столбик без накидамен тоқыдық. Екі жағын қосқанда 31, 62 болды.
түймелікке былайынан айқасады бұлар. 4 петляны алып тастаймын. Осылай алдынан түймелікке 4 петля, мына жақтан 2, мына жақтан 2 кеткенде 4 петляны алып тастаймыз. Бізде общий 61, 61-ден 4 алғанда 58 петля қалады. Барлығы 58 қалады. Бізде сол 58 воздушная петля көтереміз. Артқы жағын біз сол 58 қылып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, осылайынан 58 воздушная петля көтереміз. Міне, 58 воздушная петля көтеріп алдым. Тағы да бір рет 59-шыны тоқимын, воздушный петля көтеремін. Крючоккадан біреу петля тастап, екіншісіне столбик без накида тоқып шығамын. Енді осы әр воздушный петляға бір столбик без накидадан осы бірінші қатарды тоқып шығатын боламыз. Бізде 58 столбик без накида болу керек. Осылайынан аяғына дейін тоқып шығатын боламыз. Міне осылай әр петляға бір столбик без накидадан 58 столбик без накида тоқып шығамыз. Екінші қатар көтерілу үшін бір воздушный петля көтеріп, жұмысымызды кері айналдырып, дальше әр петляға бір столбик без накидадан тоқимыз. Артқы қатарда арт жағы осылайынан тіке тоқылатын болады. Ешқандай қысқарту, ешқандай қосу бұл жерде жоқ. Осы 58 петляны қазір айтам қанша қатар тоқитындарыңызды. Міне бізде мынау алдыңғы бөлігі. Алдыңғы бөлікте мына жерде біз 15 қатар тоқыдық. Соны санап аламыз. Міне мынау бірінші қатар, екінші, үшінші. Бұлай санаймыз. Мынау бір қатарды қалдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бұл жерде екі қатардан 14, намен 15 қатар болды, иә? Енді осыдан бастап, мына жерден бастап санаймыз қолтыққа дейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 екі қатардан бізде 38 болады. 38, мынау соңғы қатар 39. 39 қатар айналдырып, арқа жағын тоқып шығатын боламыз осылайынан. Әр петляға бір столбик без накидадан 38 қатар тоқитын боламыз. 38-ші қатардан кейін біз қолтық жағын шығаратын боламыз. Міне мен осылайынан арқа жағына өзіме керекті 38 қатарымды осылай тоқып алдым. Енді біз екі жағынан қолтық қысқартуларын жасайтын боламыз. 38-ші қатарды тоқыдым. Ешқандай воздушный петля ілместен жұмысын кері айналдырып, 4 столбик без накиданы 4 соединительный жасаймыз. Крючокты өткіземіз. Бірінші петляға жұмысымыз тартып шығарып, жұмыс жібімізді крючоктағы петлядан өткіземіз. 1 соединительный, 2, 3, 4. Міне. Ары қарай әр петляға біреуден столбик без накида. Мына аяқ жағындағы 4 петля қалғанға дейін столбик без накида тоқып шығамыз. Міне мен қолтық жақтан аяқ жағынан 1, 2, 3, 4 петля қалдырдым. Осы күйінде қалдырамыз. Енді келесі қатар тоқу үшін бір воздушный көтереміз. Жұмыс жібімізді кері айналдырып, қысқарт. Жұмысымыз кері айналдырғаннан кейін бірінші қысқартуымызды жасайтын боламыз. Крючокты өткізіп, бірінші петлядан жұмыс жіпті тартып шығарамыз. Келесі петляға да крючокты өткізіп, жұмыс жіпті тартып шығарамыз. Бізде крючокты 3 петля, үшеуін бірге тоқимыз. Бірінші қысқарту. Ары қарай әр петляға біреуден мына жерге келгенге дейін, соңғы екеуіне дейін әр петляға бір столбик без накидадан тоқимыз. Ол жақта да қысқарту жасайтын боламыз.
Міне соңғы 2 петляға дейін тоқып келдім. Мына 2 петляны қысқарту жасаймыз. Крючокты өткіземіз, жұмыс жіпті тартып шығарамыз. Келесі петляға крючокты өткізіп, жұмыс жіпті тартып шығарамыз. Крючокта 3 петля, үшеуін бірден тоқимыз. Екі жақта да біз бір қысқартудан жасадық. Бір воздушный көтереміз, жұмысымыз кері айналдырып, аяғына дейін столбик без накида тоқып шығамыз. Әр петляға біреуден. Міне қатарды соңына дейін тоқыдым. Бір воздушный петля көтеріп, жұмысымызды кері айналдырып, екінші қысқартуды жасаймыз. 1, 2. Әрі қарай мына жерге екеуіне жеткенге дейін, 2 петляға дейін столбик без накида әр петляға біреуден тоқып шығатын боламыз. Бұл бізде екінші қысқарту. Осымен қолтықтан қысқарту аяқталады. Әрі қарай тіке тоқып шығамыз иығына дейін. Міне соңғы 2 петляға дейін тоқып келдім. Соңғы 2 петляны қысқарту жасаймыз. Осымен қысқарту тоқтайды. Әрі қарай бір воздушный петля көтеріп, осы екі аралықтағы столбик без накиданы иыққа дейін, мына жерде біз қанша қатар тоқыдық, осыға дейін өстіп әр петляға бір столбик без накидадан тоқып шығатын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Әр қатарға өткен сайын бір воздушный петля көтеріп отырамыз. Осы 46 петляны, столбик без накиданы неміздің иығына дейін, жилетіміздің иығына дейін тоқимыз. Бізде қолтықтар мына жерде 4-еу. Мына жерден 2-еу қысқартылды, мына жақтан 2-еу қысқартылды, мына жақтан 6-еу, мына жақтан 6-еу, 12 қысқарту жасалынды. Ортада 46 столбик без накида қалды. Осыны аяғына дейін осылай тіке тоқып шығамыз. Әр петляға біреуден ешқандай қысқарту, ешқандай қосу болмайды. Міне мен арқа бөлігінде толықтай тоқып шықтым. Осылайынан етегінен бастап қанша қатар тоқығанымды сіздерге айтатын боламын. Етегінен бастап мына жерден иыққа дейін 71 қатар тоқылды. Енді осыларды 3 деталь, үшеуін біріктіретін боламыз. Осылайынан біріктіріп шығамыз. Ең бірінші иығынан бастаймыз. Осылайынан бізде оң жағы. Енді мынаны жоғары қарай көтеріп, осылайынан теріс жағынан крючокпен біріктіріп алатын боламыз. Мына жақтағы бір петля крючокқа өткіземіз. Мына жақтағы бір петляны крючокқа өткіземіз. Осылай. Мына аяқтағы жұмыс жіпті тартып шығарамыз екеуінен бірдей. Бір воздушный. Енді мына жақтан да екеуінен бірдей өткізіп отырып, столбик без накида тоқимыз. Міне бір, мына жақтан екіншісі. Осылайынан иығын біріктіріп шығамыз. 12 столбик без накида, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8, 9,
10, 11, 12. Bir воздушный алып, жібімізді тартып шығарамыз. Осылайынан иықтарын біріктірдік. Келесі иықты да тура осылай біріктіріп аламыз. Екі иығын да осылай біріктіріп алдым. Енді осы теріс жағымен қаратып біз қолтықтан төмен қарай біріктіретін боламыз. Тура жаңағы иықты біріктіргендей, бізден алдыңғы жақтағы үш бұрыш етек жағынан сәл осылай шығып тұрады, шығыңқы тұрады. Енді қолтық жақтан бірінші петляға крючокты өткіземіз. Мына жақтан да бірінші петляға крючокты өткізіп, мынандай жұмыс жіпті осы екеуінен бірге тартып шығарамыз. Бір воздушный көтереміз. Мынау қысқа жіпті арасына осылай жасырып тоқып кететін боламыз. Мына жақтан да біреу, ар жақтан да біреу алып отырып, столбик без накида жасай отырып біріктіретін боламыз. Осылай шығарып аламыз. Мынау қысқа жіп арасында кетіп отырады. Осылайынан екі жағында тоқып біріктіріп шығамыз. Крючокпен біріктірсеңіз де болады, инемен біріктірсеңіз де, тігіп шықсаңыз да болады. Крючокпен маған ыңғайлырақ болды. Осылайынан аяғына дейін, осы жерге дейін осылайынан біріктіріп шығамыз. Мен екінші жағында осылайынан біріктіріп шықтым. Енді екінші жағында, бірінші жағында жіпті қиып тастадым ғой, осылайынан екінші жақта жіпті қимаймыз. Сәл кеңірек қылып, кеудешемізді оң қаратып аламыз. Осылайынан оң қаратып алдық. Жаңағы жақтағы жәнін біріктірген жібіміз. Осымен енді айналдырып, мына жағын тұтас алдын, кеуде тұсын, мойнын, бүткіл жерін айналдыра столбик без накидамен обвязка жасап шығамыз. Жаңағы жібіміз бірінші петляға өткізіп, осылайынан әр петляға бір столбик без накида тоқып шығатын боламыз, айналдыра. Ұшына келген кезде, қазір көрсетейін. Басындағы үш петляның біріншісіне екі столбик без накида тоқимыз осы жерге. Бір, екі. Ортадағысына біреу, және шетіндегісіне тағы да екі столбик без накида. Бір, екі, бір петляға. Осы жерде ғана осылай болады. Басқа жердің барлығында әр петляға біреуден столбик без накида айналдыра обвязкамызды жасап шығамыз. Осылайынан айналдырып тоқып шығатын боламыз. Міне осылай мынандай шет-шетін бәрін айналдыра тоқып шықтым. Етегі, мойын жағы барлығы бір қолында осылайынан айналдырып тоқып шықтым. Келесінде осылайынан айналдыра
столбик без накидамен тоқып шығасыздар. Біріккен жерінен крючокты өткізіп, мына жақта жұмыс жіпті тартып шығарамыз. Мынау қысқа жіп, мынадан артылған қысқа жіп бәрін жасырып тоқып кететін боламыз. Бір воздушный алып, әр петляға біреуден столбик без накида тоқимыз. Айналдыра. Сонымен біздің жилеткамыз толықтай аяқталады. Мынандай қалған жіптің бәрін ішіне қарай жасырып тастайтын боламыз. Артық жіптердің бәрін осылайынан тоқманың арасынан өткізіп, жіптердің арасынан осылай жасырып қоямыз. Артылған жіпті кесіп тастаймыз. Міне, сіздермен бірге тоқып шыққан жилетка осылай болып шықты. Мынаның барлығын үтіктің буымен, парымен осылай жасасаңыздар болады. Тоқымаға қатты жақындатпай, осылай парымен. Мынау жіберетін болады кішкене. Мынау мысалына ұш жақтары қайырылып тұр ғой. Осыны да осылай пармен осылай жасасаңыздар. Мынау жайылатын болады осылайынан. Тіке болып. Енді мына жерге түймесін ғана қадау қалды, 3 түйме. Енді сіздерге өлшемін көрсетсем, міне кеуде тұсы 27 сантиметр. Иықтаннан ұшына дейін 36 сантиметр. Артқы жағы сәл қысқа болады бізде. Арқа жағы 31 сантиметр. Қолтығы 14-13,5 сантиметр. Осылай 1-1,5 жасқа дейін киюге болатын кеудеше тоқып шықты. Бұған тағы да мына жерлеріне машинаның аппликациясын, неше түрлі аппликациялар тоқып салуға болады. Міне сіздермен осындай әдемі жилетканы, кеудешені тоқып шықтық. Мына жағы осылай сәнді. Менің каналымды қолдап лайк басып, комментарий жазғандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі кездескенше.